Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін осындай керемет мини пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісемін. Ыдысымызға жылы сүтімізді, қант, аштықыны қосып, жақсылап араластырамыз. Ары қарай сұйық майды, тұзды қосып араластырып, ұнды шетінен аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды бірден қоса салмаймыз, өйткені әр ұн әртүрлі болғандықтан бізге берілген ұннан көп немесе аз болып қалуы мүмкін. Сол үшін аз-аздан қоса отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырымыздың бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз ашығанша салмасын дайындауға кірісеміз. Тауық төс етін кішкене көбіктеп етіп турап, дәміне қарай тұз, бұрыш және сұйық май қосып, араластырып қоямыз. Және қалаған заттарыңызды қоссаңыздар болады. Мен огурцы, помидор және сосисканы майдалап турап дайындап қойдым. Сыды теркадан өткіздім. Қамырымыз ашыды. Ашыған қамырымызды 1/13 бөлікке бөліп аламыз. Қамырларымызды домалақтап, пергамент төселген формаға орналастырып, бетін жауып, 10-15 минутқа демалдырамыз. Демалған қамырларымызды енді ортасын осылай саусақтарымызбен тесіп, начинкаларымызды орталарына орналастырып, тағы 5 минут шамасында демалдырып аламыз. Алдымен кетчуп жағып, қалған начинкаларымызды орналастырамыз. Енді бетіне сырымызды қойып шығамыз да, жұмыртқаның сарысына сүт немесе кішкене су құйып араластырып, пиццаларымыздың шетіне жағып шығамыз.
Алдын ала қыздырылған 200 градус пешімізге салып қызарғанша пісіріп аламыз. Егер де сізде сыр көп болған қаласаңыздар, пісуіне 2-3 минут қалғанда тағы сыр салып пісірсеңіздер болады. Пиццаларымыз пісіп шықты. Енді 5 минут шамасында бетін осылай жауып демалдырамыз. Сол кезде пиццаларымыз өте жұмсақ болып шығады. Осындай керемет пиццаны үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Айнұр. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.